Расында, адамды лайдың негізінен жараттық. Кейін оны берік орынға орналасқан тамшы қылдық. Одан кейін тамшыны қан жасадық. Үйған қанды тілім ет жасап, етті сүйектер етіп жараттық та, сүйектерді етпен қаптадық. Содан кейін оны басқа бір жаратылыс қып жан салдық. Жаратушылардың ең жақсысы Алла аса берекелі. Осыдан соң сендер туылып, кейін әлбетте өлесіңдер. Сосын сендер қиямет күні еш күдіксіз қайта тірілесіңдер. Ақиқатында сендердің әрбіріңнің жаратылысың 40 күн бойы аналарыңның құрсағында қалыптасады. Сонан соң сонша уақыт ұйыған қан түрінде, сонан соң сонша уақыт кішкентай бір тістем ет түрінде болады. Содан кейін періште жіберіліп, оған үрлеп рух кіргізеді, және ол періште 4 нәрсені: оның ризығын, ажал мерзімін, оның амалдарын және оның бақытты немесе бақытсыз болатынын жазуға бұйрық алады. Бұхари жеткізген.